Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз тежеу жүйесін айтып өтейік. Көліктің тежеу жүйесі дегеніміз ол көліктің тоқтауына және жүрісін баяулатуына арналған жүйе. Оны барлығыңыз білесіздер. Енді көлікте бір жүйе, мысалы, ол көліктің жүрісі баяулауына жауап беретін жүйе. Ал екінші тежегіш, ол көлік тұраққа қойған кезде орнынан қозғалып кетпеуге жауап беретін тұрақ тежегіші. Яғни оны халық арасында ручник деп атаймыз, Енді қараңыз, құрметті оқырман. Біз мына тежегіш туралы айтып өтейік. Қараңыздар. Мысалы, бір дөңгелегін қарастырайық. Мынау көліктің екі дөңгелегі, міне қараңыздар. Екі дөңгелегі, алдыңғы екі дөңгелек, мынау артқы екі дөңгелек, Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар. Біз мына жағдайда осыны айтып өтсек, мына жерде бізде тұрған мынау диск. Диск, тежеу дискалар деп аталады. Бұл кәдімгі дөңгелек салынатын диск емес, бұл тежеу дискалар. Енді қараңыз, осы тежеу дискісін тежеу үшін, көлікті тежеу үшін, мына екі жағында деталь болады, ауыстырылатын деталь бар. Осы жерде ол орысша айтқан кезде колодка деп аталады, қазақша тежеу жастықшалары. Яғни осы екі жағынан тежеу жастықшалары осы дискті қысып баяулатады жүрісін. Көрдіңіз ба? Ал ол екі жастықшаның қысуына не әсер етеді? Әрине, оның қысуына мына жерде поршень әсер етеді. Ал поршеньға мына цилиндрдегі мына тежеу сұйықтығы әсер етеді. Тормозная жидкость деген болады көлікте. Міне осының барлығы мынау гидропровод арқылы не болып тұр? Қысым пайда болып тұр. Міне тежеу педалін басасыз. Тежеу педалін басқан кезде мына жерде қысым пайда болады да, мына біздің ішіндегі сұйықтық, тежеу сұйықтығымыз екі жаққа қысым береді. Мына барлық жүйеге қысым береді. Мына жаққа да қысым берген кезде осылай мына жастықшалар нені қысады? Дискті қысады. Барлығы бір мезетте дискті қысады. Сол кезде көлік жүрісін баяулатады. Мына жерде колодка жастықшаларда желінетін материалдар, яғни ол үйкелі желінеді. Яғни ол мысалы бір жылда бір рет ауыстырылып тұру керек көліктің жүрісіне байланысты. Енді қараңыз, бұл сұйықтық мына жерде тежегіш педалмен ғана қысым беріледі. Сол кезде барып сұйықтық қысым беріп тежеу жүйесін жұмыс жасатады. Ал егер педальды жіберсеңіз, қайтадан мына неде қысым қалмайды, осы линияда. Сол кезде қайтадан барлығы орнына келеді. Мына жер ашылып, диск еркін жүрісін жалғастыра береді. Түсіндіңіз ба? Енді қараңыз. Мына жерде егер осы линияда бір жерде ақау болып тесік болатын болса, мына сұйықтығымыз тамшылап тұратын болса, ол кезде педальды басқан кезде қысым пайда болмайды. Түсіндіңіз ба? Сол қысым пайда болмаған кезде мына дискті қыспайды мына жастықшалар. Ол кезде бітті, тежеу жүйесі жұмыс жасамайды деген сөз. Ол өте қауіпті. Құрметті оқырмандар, енді тұрақ тежегішін айтып өтейік. Бұл бізде қысқаша айтып өттік сіздерге. Енді тұрақ тежегішін айтып өтейік. Міне мына жерде бізде қысым, мына жерде қалай қысады деп отқан шығарсыздар. Артқы дөңгелекті айтайық. Қараңыз, мына жерде де цилиндр бар. Осы цилиндрге қысым берілген кезде екі жағындағы поршень мына екі жастықшаларды итереді, мына темірді итереді. Бұл темірге жастықшалар бекітілген жағында. Сол кезде бұл барабанды жүйе деп аталады. Ал мынау дисктік жүйе.